Саламатсыздар ма? Іздеу жүйесіне GeoGebra деп жазып, бірінші тұрған сілтемеге өтеміз. Сайт ағылшынша болғандықтан, жоғарыдан Google переводчикті таңдап, қазақшаға аударып аламыз. Яғни перевести страницу деген таңдаймыз. Содан кейін жоғарыда переведена деп тұрады, соның ішінен қазақ тілін таңдап аламыз. Яғни сайт қазақ тіліне аударылды. Ресурстар дегенді басамыз. Орта және жоғары сынып математикасы, геометрия, мына жерден де тілді қазақшаға аударып аламыз. 3D денелердің жазбалары. Бірінші текше торларының, яғни текшенің жазбасын қарайық. Бұл жерде текшенің жазбасы көрсетілген. Енді мысал қарасақ, nets with maximum 4 squares in a row дейді. Яғни бұл таңдасақ, бұл біріншісіне таңдасақ, яғни бір жолда 4 шаршы тұрады. Яғни соның бір түрі, бірінші түрі. Мынау екінші түрі, мынау үшінші түрі, яғни бір жолда 4 шаршы тұрудың неше түрлері бар, яғни 5, 6 деген сияқты. Келесі жетіншісі, бұл бір жолда 3 шаршының тұруы, қандай неше тәсілдері бар, және келесі бір жолда 2 шаршы тұрудың тәсілдері. Енді мысалы біріншісін басатын болсақ, бұл жерде енді текшенің жазбасы тұр ғой. Енді мына жерде қызыл курсорды таңдап, сол текшенің жазбасын жабуға болады. Қайтып ашуға болады. Мысалы екіншіні таңдап, екінші түрі жаңағыдай текшенің жазбасының. Онда да бұл жерде ашылған, қайтып жабуға болады. Бұл бізде текше болды. Келесі мысалы 4 бұрышты призманы таңдайық. Мұнда да бұл жерде жазбасын shownet деген, яғни курсорды ашсақ, яғни ол жерде мына призманың жазбасы көрсетіледі. Және мына ақ не арқылы, яғни ақ курсорды, яғни ақ нүктені басу арқылы призманың ұзындығын, енін, биіктігін реттеуге болады. Өзіміздің қалауымызша. Келесі, мысалы, мына жерде тетраэдрді таңдауға болады. Міне курсорда басқан кезде жылжытып, ол жерде тетраэдрдің жазбасын шығады. Тағы, мысалы, цилиндрдің жазбасы қалай болатынын көруге болады. Асықпай, бүйтіп курсорды тартып көруге болады. Келесі конус, конустың жазбасы. Осылай, бұл жерде бірнеше фигуралар берілген. Осы барлық фигуралардың жазбаларын осылай көруге болады. Назарларыңызға рахмет.